өмірдің дейікші берген бір шапалағы болды. Ради вот этого счастья ты готова терпеть эту сложность. Бірақ ақиқат біреу. Қандай? Ақиқат екеуміз де шынайы адам болған жоқпыз. Бұл ең айтқым келетін қағидалардың бірі. Весь мир — это твоя компания. И ты ответственен за любой фолт, который происходит в этом мире. Бірінші болып сыртқа шыққанда, мүмкін мен әлдеқайда үлкен дәрежеге жетер ме едім. Всем ассаляму алейкум. Мы с вами возобновляем, то есть заходим во второй сезон нашего с вами проекта, YouTube-проекта Way2. Это для тех, кто не видел, для тех, кто видел. Это серия подкастных разборов с гостями, где мы с вами выявляем цель нашего подкаста — это дать понять в целом нашим зрителям то, что из любой сложной ситуации есть выход. И тема нашего второго сезона — это антибедность. И, естественно, второй сезон мы начали с нашего гостя, с кем мы закончили первый сезон. Это Айжулдус Адайбекова. Иншалла. Сегодня у нас будет... Да. Баршаңызға. Бізде енді тұрақты қазақша да орысша да болатын шығар. Иә, әрине, екі тілде де ұра береміз, иншалла. Самое главное искренне, самое главное по-настоящему, как всегда. Я по-другому не могу. Машалла. Только так. Өзің қалайсың? Жақсы, альхамдулилля, Аллаға шүкір. Қандай жаңалықтарың бар? Жаңалық осы, екінші сезонды бастап жатырмыз. Дубайдан келдік, съемкаларды жасап. Дубайда не істедің, Абдрашид? Дубайда өмір сүрдік. Жұмыс жасадық. Основная деятельность вообще у нас переехала уже в Дубай сейчас. Точнее, основная деятельность у меня в онлайне сейчас. Да, и в Дубае есть личные касания с пациентами, с ребятами, с кем я взаимодействую, с кем я работаю и так далее. Поэтому там сейчас, так как больше запроса, я нахожусь физически там. Но душой всегда нахожусь здесь. Негізі күшті адамды айтады ғой, бір баспалдаққа басқаннан кейін екіншісі көрінеді, одан кейін үшіншісі, сөйтіп бір күні Абдрашидті біз Америка құрама штатынан көретін шығармыз. Иншалла. Принцип постепенности деген нәрсе бар ғой исламдағы басты бір қағидалардың бірі, ол жалпы барлық әрекетті, любой әрекетті қадам-қадаммен жасау деген нәрсе бар да. Жалпы берекенің кілті именно екі нәрседе болады: постоянствода и постепенностьта. То есть если человек без торопки делает какие-то действия, полностью доверившись Аллаху, и делает это качественно, там нет варианта не случиться чему-то великому и прекрасному. Поэтому... 100%. Знаешь, есть книга, называется «Накопительный эффект». Я недавно прочла. Когда я первый раз читала эту книгу, я особо ничего не запоминала. Но в этот раз я прям хорошо прочитала, поэтому поняла то, что намного эффективнее, когда человек каждый день по чуть-чуть делает какие-то действия. Мысалы, элементарно сіз бір кітапты, мақсат бір күнде бір кітапты оқу емес, біздің мақсат бір күннің өзінде миға қонатын информацияны бүкіл бойыңа, денеңе, ішіңе, бөліктеріңе жүктеу. Яғни ол бір бет болуы мүмкін, ол 10 бет болуы мүмкін. Сен өзің кітап оқыған кезде қаншалықты сенің комфортың, мысалы? Мен негізі кітапке байланысты. Если меня книга затягивает, то я могу сидеть прямо над ней долго и закончить очень быстро. Егер мысалы үшін кітап өте қызық болатын болса, егер ол андай рухани ақпарат болатын болса, менде ол жерде определенный бір тайминг бар. Өйткені ол сен өміріңе сіңбейінше, ол ақпаратты сен өміріңде көрмейінше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келген хадис бар осы жөнінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, білім алып оны өмірінде қолданбаған адам арқасында кітап тасып жүрген ешек сияқты дейді. Как осел, который носит на спине книги, да, то есть этот человек, который получил знания и не применяет их в жизни, это как осел, который носит на спине книги. Поэтому на самом деле фактически в работе нашего мозга самым важным форматом является это не застрять информацией на полпути. То есть как полученная информация, она должна пройти свой цикл, а ее завершение цикла — это применение в реальности. И вот на самом деле 90% проблем сегодняшнего дня у нас происходит конкретно на этом рынке. Почему у людей есть большие торможения, почему люди не двигаются вперед, почему у людей пропала мотивация, почему у людей нету цели и нет понимания, кто я такой, потому что есть огромный баланс информации, которую мы получили, но выход этой информации очень маленький. В реализации он очень маленький. Сейчас с кем бы ты ни поговорил, у каждого есть целая энциклопедия в жизни, в сознании, но в применении этого нету. Да, в применении этого нету. Ну, соответственно, из-за того, что вот эта вот нагрузка происходит, это как, Андрей,
ваннада су тұрып қалады ғой, кетпей ше. Вот, Иә. пока у тебя не произойдет вот этот затор, он, собственно, когда происходит, что там идет? Там идет гниение, там идет мерзость, там идет, начинает отмирать вот эта вся территория, там же начинает все гнить, коррозия, вот эта вся история появляется. Правильно? Когда затор жидкости происходит где-нибудь, ну, это будет, пусть это будет ванная, да? То же самое в жизни человека происходит. Абсолютно то же самое. Если человек, получив знания, не применяет их в жизни, эти знания начинают консервироваться в нем, и потихонечку они начинают уже выделять токсины, энергетические токсины. Эти знания начинают у тебя забирать энергию, потому что они не применены. И ты заведомо просыпаешься уже уставшим, потому что 90% энергии потребили эти знания с утра уже. Ты проснулся, это же резерв, их же нужно поддерживать. Прикинь, мозговая энергия, она уходит туда для поддержания этой. Кстати, как раз-таки стопроцентная информация, то, что шизофрения ауруы бар емес па? Ол көбіне негізі өте білімді оқымысты адамдардан басталады ғой. Неге? Шынымен де солай. Себебі мынандай тактика бар, жалпы адам қатты бір жұмысын бастаған кезде, вот сол кезде сен хард-рок ретінде өзіңнің ең мықты деген мотивациялық кітаптарыңды оқысаң болады. Неге? Себебі бұл жерде баланс бар, 60-40 емес, бұл жерде нақты 50-50. Сен оқисың, энергияң тасиды, барасында жасайсың. Сразу енгізесің өміріңе. Енгізесің. Иә. Сондықтан да мен алдыңғы подкастта да айтқам, мен негізі мотивация қатты сенбеймін. Бұрын сенетін. Бірақ мен өмірімде қазір енді бұл білмеймін қалай келді, қай түпкі тамырды тауып келгенін білмеймін, бірақ негізі тұрақтылық дейтін нәрсе өте жақсы. Мен қанша подкастқа бардым, қанша рет айттым, тұрақтылық менікі емес. Я не люблю, когда все происходит постепенно, ежедневно, типа стабильно. Я люблю, когда все очень быстро, когда мысли быстро материализуются деп жүргенмен. Бірақ қазір уақытта мен түсіндім. Мен ертең таңғы 5-те тұрып, келесі күні бір күн ұйықтағаннан көрі, ертең, мысалы мен бүгін сағат 1-де тұрдым ба, ертең 12:30-да тұрған 1000 есе артық екен. Сондықтан да өмірде жалпы білім болсын, ілім болсын, қойған мақсаттарым болсын, күнделікті аз-аздан қадам жасап жүрген жақсы. Мақтаншақ иттен гөрі асықпай жүретін таспаға артық дейді. Машалла. Да, и к этому можно вообще, в принципе, добавить, что жалпы бізде қазақта береке деген сөз бар ғой. Берекесімен болса әрбір іс. Кеше ғана бізде жақында мультфильм шықты, головоломка, көрдің бе? Көрген жоқпын әлі, енді барамын иншалла. Мысалы, мен сіздерге кішігірім айтайын, саған да айтайын, спойлер ретінде. Ты озвучивала же ее? Нет, у меня другой мультфильм. У меня Спайдермен. Всем привет. Йоу. Негізі головоломка, да? Озвучкада, если что. Головоломка мультфильмін мен негізі кеңес берем көруге. Одан бөлек Душа дейтін мультфильм бар тоже. Неге? Себебі бізде кейде біздің өзіміз емес, біздің жанымыз, біздің тәніміз емес, біздің миымыз өзіне бүкіл жауапкершілікті алып алады. Мысалы, мен ойлауым мүмкін, мен әрдайым күліп жүретін бақытты адаммын. Бірақ ол бақыт, мысалы, қазіргі кезде менде пультта отырса, оның ар жағында қаншама үндемей отырған эмоциялар бар. Бірақ демек, осы үндемей отырған эмоциялар егер бірінші болып сыртқа шыққанда, мүмкін мен әлдеқайда үлкен дәрежеге жетер ме едім. Сондықтан да, мысалы, кішкентай балада өскеннен бастап шынымен де нақты тұрақты бір 5-6 эмоциясы болады. Ол жылау, күлу, ренжіп қалу, қарны ашу деген сияқты неше түрлі бар ғой. Бірақ жасөспірім болған кезде балада уже көптеген басқа эмоция пайда болады. Ол ұялу. Мысалы, көп подростықтар саған да жазуы мүмкін, мен ата-анаммен жаман қарым-қатынастамын. Мектепте мені ешкім түсінбейді, мен өзімді лузер сезінем, булшит сезінем деп неше түрлі айтады ғой. Негізі оның барлығын қате сияқты қабылдау мүмкін, бірақ адам өмірінде қателік болмайды. Мысалы, сен де мен де білеміз, адам өмір тағдыры жазылған, қателік болмайды. Сондықтан да әрбір эмоцияны сен бұл жердегі қазір тіпті қабылда, өзіңді қабылда деп те айтқым келмейді. Бүкіл эмоция бар болу, оны сезіну, агрессия болсын, көре алмаушылық болсын, жаман ой болсын, оның барлығы ішкі эмоция ғой. Ол норма, ол қалыптасқан нәрсе, ол сенің бойында болу керек. Әйтпесе сенің айырмашылығың өлі адаммен ешқандай айырмашылық болмауы мүмкін, да? Өлген адамға ешқандай эмоцияны сезінбейді. Да. Адам тірі болғаннан кейін кез келген эмоцияны сезіну. Мәселе басқада. Мәселе, сен әрбір эмоцияны қай жаққа жібересің. Минустың өзін сен плюсқа жіберуіңе болады. Плюстың өзін сен басқа задачаға жіберуіңе болады. Яғни
негізі көбісі айтады ғой, қатты күліп бақытты болып жүрген адам ішіне үңіліп қарасаң өте қатты тревогаға толы адам. Олар көбіне осындай маскамен жүретін адамдар. Кез келген жалпы эмоция, бұның барлығы тұрақты нәрсе, қалыпты нәрсе. Бірақ бағана айтқан сияқты өзіңді қабылда дейтін мәселе емес, просто келіп тұрған нәрсені дұрыс фокусқа бағыттай білу. Бұл біздің нақты мақсат деп ойлаймын. Мысалы, мен өзімнің проекттерім өскен сайын, өзімнің көптеген саяхаттарым көбейген сайын, жұмыстарым, бизнесім көбейген сайын, мен өзімнің максималды түрде эмоция жағынан тұрақсыз екенімді түсіндім. Тұрақсыз екеніңді. Тұрақсыз екенімді. Себеп мен өмірімде жақында махаббат пайда болды, мысалы. Ол махаббаттың өзі қаншалықты миллиардтаған эмоциядан тұратынын сезіндім. Ол жердегі мысалы жігіт пен қыздың қарым қатынасы тек қана мен сені жақсы көремін дейтін мәселе емес. Ол жерде бәрі бар. Ол жерде кейде өзіңді тоқтатып, оған жол беру, кейде қатты қызғану, кейде ұрысу, кейде достасу, дос болу, қайтадан. Яғни оның өзі күнделікті жұмыс. Ал енді елестетіңізші, сіз өзіңізбен, ата анаңызбен қаншалықты жұмыс, эмоцияға толы, қоршаған достарыңмен, социальный өмір болғаннан кейін адамдармен сөйлесу керек. Адам күні адаммен. Қанша жерден интроверт болғанмен кейде амбиверт болуға тура келеді. Сондықтан да осы заттарды бір қорқынышты, жаман деп қабылдамай, норма ретінде қабылдай білу. Жалпы мынандай теория бар. Оған сенесің ба, сенбейсің ба білмеймін, бірақ мен өзім сенемін. 2050 жылда осознанность дейтін нәрсе адамның максималды тұрғыда нормасы болады дейді. Сен өзің қалай ойлайсың? Вполне возможно. Енді біз андай болашаққа жормай, қазіргі болып жатқан ситуацияның өзіне қарасаң, даже вот любой анализ, на самом деле научный анализ делается по прошлому опыту и ставится приблизительное окно будущего, да, то есть ты уже начинаешь смотреть будущее, исходя из того, что у тебя было в прошлом, да. И если мы говорим даже про осознанность сегодняшних людей относительно даже людей 10 лет назад, она очень высокая. Сейчас осознанность является одним из главных ресурсов взаимодействия с обществом, главных ресурсов заработка и так далее. То есть если раньше это был какой-то труд, сейчас плюс к труду основным твоим активом в жизни является не то чтобы, скорее всего, осознанность, потому что осознанность — это же не статичное явление. Статика емес қой осознанность деген нәрсе ол. Это же расширяемое событие, да? То есть здесь больше, наверное, адаптивность человека. То есть адамның тез үйренуі бір нәрсеге, то есть ситуацияға, событияға. Ол қаяқтан келеді? Человек, чтобы быстро к чему-то адаптировался, он должен в первую очередь находиться в той реальности, в которой происходит это событие. Да. Если я нахожусь в своей голове, в иллюзиях, где-нибудь в своих проблемах нахожусь, я всегда буду опаздывать от событий, которые идут у меня прямо сейчас. Это называется нездоровый контакт с реальностью. Есть здоровый контакт с реальностью, когда я понимаю, что я сейчас сижу в подкастной студии, я понимаю, что я сейчас записываю подкаст, я понимаю, что я сейчас веду переговоры, я понимаю, что у меня сейчас должна быть вот такая конкретная эмоция, конкретные данные должны выходить из моего мозга. А если бы мы с тобой сидели бы сейчас, и я бы сидел бы у себя в проблемах где-нибудь, там, и саған да, конечно, деп өзімді ойларымды ойлап, басқа жақта жүретін болсам, это называется нездоровый контакт с реальностью. И вот чем больше у человека нездорового контакта с реальностью, тем ниже соприкосновение с этой реальностью. А чем ниже соприкосновение с этой реальностью, тем ниже адаптивность его. Да? То есть адам событияларға үлгермейді. Он не успевает адаптироваться к событиям, и у него всегда эффект фома, у него всегда тревожность внутри, всегда ощущение, что он опаздывает и так далее. И в данном контексте конкретно, если взять вот этот случай, то я абсолютно согласен с твоим мнением как раз таки, что человек должен адресовать свои эмоции правильно. Да, 100%. Да, то есть эмоции, они, смотрите, вообще в целом творение Аллаха в виде эмоций, в виде слов, в виде денег, да, то есть какие-то вот такие творения Аллаха, которые приходят в жизнь человека как ресурс, они не имеют валентности, то есть у него нету положительного заряда или отрицательного заряда. Все зависит от того, куда ты будешь его использовать. Да, то есть эмоции все в жизнь человека приходят для определения чувств. То есть эмоции — это что? Это проявленные чувства. То есть какие чувства ты переживаешь внутри, эмоции это показывает снаружи, да? И, допустим, на одно чувство любви, ты правильно сказала, даже Ибн Каим аль-Джаузия у себя в книге пишет, у него есть книга, которая называется «68 проявлений любви». Да. То есть одна любовь, она проявляется в 68 вариациях. И в различных событиях это разная любовь.
Это разновозрастная любовь, Да. это разнособытийная любовь, да, это любовь через заботу, это любовь через касание, через тело, может быть, любовь через контакт, взгляды, общение. Да, то есть это, даже есть вот эта привязанная любовь, да, когда ты говоришь про ревность, да, то есть ты становишься, человек для тебя становится частью тебя, да, то есть истихана такое состояние любви, когда ты привязан к этому. Или есть любовь, когда ты умеешь отпускать человека, да, то есть это все одно есть, это все есть проявление любви. То есть на самом деле у человека есть определенная категория чувств. Есть у нас зафиксированных, да, около 99 чувств. Мгм. Это именно Аллаха, да, то есть это латейфы, которые у нас есть. И они проявляются, каждый из них проявляется как минимум в 10 вариациях. Вот, допустим, возьмем чувство любви, оно проявляется в 68 вариациях, это только те, которые мы знаем. Есть же те, которые мы не знаем, Мы очень потому что, много всего не знаем. да, конечно, потому что любовь же это же не мирское чувство, да, то есть это же чувство, которое перейдет с нами туда, да, иншаллах. И вот то же самое, если говорить конкретно про осознанность в 2050 году, вполне возможно, что мир будет в любом случае двигаться к духовному развитию, потому что если человек не будет духовно развиваться, э, адаптивность человеку не получится адаптироваться к новым реалиям в 2050 году. Из-за того, что сейчас происходит такой регресс в обществе, да, то есть очень, это даже не регресс, наверное, да, такой катарсис в обществе происходит, когда там и войны идут, там вот это идет, то-то идет, пятое, десятое идет, ты должен правильно учиться реагировать на это все. Ты просто закончишься, если ты на каждое событие будешь реагировать через, ну, вот это вот автономный негатив, да, который идет через тебя. Но не кажется ли тебе то, что все говорят про осознанность, духовность, это классно, но иногда ты не отличаешь, где тренд, Мгм. а где искренность? Потому что пока что непонятно многим. И это факт, тоже надо смотреть в правду в глаза. Потому что, мысалы, оның өзіне не үшін мен жалпы 2050 бұл болашаққа бір жору емес, бұл негізі көбіне кейбір заттар уақытты талап етеді негізі. Мгм. Сондықтан да мысалы соғыстан кейін де қайтадан жаңа революция болу үшін, қайтадан қала дұрысталу үшін оған да уақыт керек қой. Мгм. Тура сол сияқты адамның санасы осындай физикалық нәрсемен тең негізі. Яғни бір сферадан екінші сфераға өту үшін адам санасында өте көптеген революция әлі талай болады. Мысалы біздің Қазақстан өзінде ондай революциялар көбіне қазір феминизм жақта болып жатыр ғой, мысалы. Мгм. Иә, әйел құқығы дейтін, әйелді әйел қорғау. Бірақ ол революцияның өзі мысалы бір қалыпқа келу үшін әлі талай революция болады. Себебі бұл жердегі мәселе тек қана дүние жүзін тек қана матриархат басу дейтін нәрсе емес. Бұл жердегі нәрсе патриархат пен матриархат бір келісімге келу деп ойлаймын. Мгм. Себебі бұл жердегі ең бастысы не? Адам бірін бірі ести білу керек, түсіне білу керек. Бұл ең маңызды деп ойлаймын. И көбісі айтады мысалы, ол кейін біздің балаларымыз, немесе олардың балалары осы состояниеге жетеді дейді, ал менің ойымша ол дәл қазіргі уақытта болып жатыр негізі өзгеріс. Ол кейін біз өлгеннен кейін болады дейтін нәрсе емес. Егер өзгерем десе, секунд та керек емес. Құдай егер қалап тұрса шынымен. Мгм. Сондықтан да әр адам бүкіл әлем оның тек қана ішкі миында, ішкі әлемде деп түсінсе, әр адам өзімен 100% жұмыс жасай білсе, болды. Бұл әлемде ешқандай хаос болмайды. Тіпті мынандай нәрсе бар да, бұл планетада егер адамдар болмаған кезде, планетаның даму системасы 99-да 9 бүтін одан жоғары болатын еді дейді. Ол ненің көрсеткіші? Негізі адамда көбіне мысалы эго, иә, бар. Эго кейде дұрыс, кейде бұрыс. Эго бар, эмоциясы бар, түсініспеушілік бар. Кейде екі надан адам кесірінен бүкіл мемлекет соғысып жатады, иә. Кейде екі адамның кесірінен жақсы әлем бойынша дұрыс нәтижелер болып жатады. Мысалы бір ғана ситуацияның өзі кейде екі адамның ситуациясы екі мемлекетті де не істеуі мүмкін, достастыруы мүмкін. Тура сол сияқты бұл жалпы адамның өзін ішкі миынан болып жатқан нәрсе 100%. Бағана айттым ғой фома деп. Фома ол ешқашан тоқтамайтын нәрсе. Фома бәрімізде де бар. Ол ешқашан тоқтамайды, тоқтаған емес. Фоманы мен тіпті былай келтірсем болады. Мысалы ең басында адам ата мен хауаны дүние жаратылды ғой. Сол кезде мысалы адамды жаратқан кезде оның бір кезде уже состояние жағын, егер психологиялық терминмен айтатын болсақ, оның ішкі қалпы бір басқа қызықты нәрсені іздегендей болды, мұңая бастады мысалы. Сен оны жақсы білесің.
сөйтіп ол Еваны мысалы жаратты, адам мен Хауаны жалпы жаратқан кезде Хауананың өзі күнделікті жаңа мен ойлаймын оның өзі бір форма состояниесі деп, яғни күнде қабырғасын тексеретін болған. Басқа бір әйелді жаратып қоймады ма деген сияқты мысалы, иә. Оның өзі сол кездегі бүкіл планетада 2-ақ адам. Соның өзінде басталып кеткен форма. Сондықтан да мен не үшін айтып жатырмын, бүкіл эмоцияға қатысты. Кез келген эмоция ол біз ойлап тапқан нәрсе емес. Ол біздің сірә табиғатымызда бар нәрсе. Одан қашып құтыла алмайсың. Сен ешқашанда мәңгі бақытты күліп жүре алмайсың. Болады бәрібір сәттер, сенің настроениең болмайды, ішкі қалпың өте төменгі состояниеге түседі. Кейде өзіңді ең әлемдегі түкке тұрмайтын, кішкентай бір шашқа татымайтын адам сияқты сезінетін сәттер келеді. Бірақ оның бәрін түсіну керек, ол біздің табиғатымызда бар нәрсе. Ол әрдайым болады, одан қашудың керегі жоқ. Просто ең грамотный, мысалы, ең дұрыс шешім, менің ойымша, бұл заттарды біріншіден қорықпай, тіке қарай білу, қашпау. Қабылдасаң болады, қабылдамасаң болады, өз еркің. Бірақ тура сондай ситуация келіп тұрған кезде өзіңді қалай осы заттан тез шығарып алуға болады, моментально. Мысалы, депрессияға сен 2-3 ай кетіп қалсаң болады, барып емделесің, уколыңды аласың, сөйлесесің, психологқа барасың, немесе 3 күн жатсаң болады бұл состояниеде. Бірақ 3 күннен кейін сен уже білесің өз-өзіңмен қалай жұмыс жасау керек, не істеу керек. Тұрасың да өзіңнің дұрыс методикаңды құрастырасың. Яғни не үшін адам өз-өзімен жұмыс жасау керек системасы бүкіл адамда болу керек. Ол қағида. Себебі сенің өзің әлі зерттелмеген ғаламсың ғой. Сенің ішіңнің өзінде миллиардтаған ғалам бар, мысалы. Сен білмейтін нәрсе көп. Сен мысалы элементарный мынандай сұраққа жауап іздеп көрдің, бірақ жауабын дұрыс тапқан жоқпын. Адам ұйықтаған кезде қай әлемнің шетіне кетеді негізі? Ол көптеген факторлар бар, иә. Мысалы, ислами тұрғыда бір фактор, психологиялық тұрғыда бір фактор. Негізі шексіз, ілім шексіз бұл жерде. Кез келген нәрсеге жауап беруге болады, бірақ ол жауаптың өзі шексіз. Мысалы, бір түсті сен қара қылып көрсең, мен оны ақ болып көруім мүмкін. Немесе наоборот, себебі біздің де жаратылысымыз әртүрлі ғой. Қыз бала мен ер баланың өзі 2 түрлі ғой. Біз тіпті қыз баланың өзі қатты эмоцияға толы, мысалы. Ер бала кішкене бәрібір бұл жақтан енді бәрібір сабырлылық бойында көбірек бар. Тіпті азанның өзін ер адам шақырады. Сондықтан да бұл тілмен айту оңай, бірақ іс жүзінде өте қиын нәрселер. Және бұл заттармен күнделікті кездесіп бетпе-бет көріп жүрген адамдар өте көп. Мен дұрыс емеспін, менде барлығы дұрыс емес, кейде өзінің тағдырына ренжитін адамдар өте көп, бұл әлемде. Неге бұл нәрсе менімен болып жатыр деп, бірақ еш нәрсе бекерден бекер болмайды. Ешқандай эмоция саған бекерден бекер келмейді. Ешқандай ой бекерден бекер келмейді. Ешқандай идеяның өзі бекерден келмейді. Себебі кез келген идеяның өзін беретін кім? Құдай. Иә? Сондықтан да адам өзін тоқтап қалмау керек зерттеуден. Жаңа заттан бастауды қорықпау керек. Бұл ең айтқым келетін қағидалардың бірі. Сен өзің қалай ойлайсың? Машалла. Ну, да, абсолютно. Егер енді қараңыздар, бұл жерде мынандай нәрсе бар, жалпы адам деген ол бір өзі болмыс емес та, адам деген статус та, то есть адам бола білу керек та бірінші. Мысалы үшін сен айтып жатқан нәрселердің барлығы адамға тән нәрселер да ол. Бірақ ол нәрсе адамның бойына сіңу үшін адам бірінші адам болып үйрену керек. То есть адам деген ол моральный кодекс, да, то есть это какой-то этический кодекс существования в этой жизни, да. То есть есть определенные правила для того, чтобы быть человеком. И нужно это понимать. Сені мысалы үшін малдан айыратын не? Адамды малдан айыратын не? Это определенные разумные действия, правильно? То есть сен мысалы үшін дәл осы жерде отырып дәретті сындырасаң болады. Иә? Адам ол нәрсені істейтін болса, ол этический кодексқа қайшы келетін нәрселер. Бірақ егер дәл осы жерде ит мысық сол нәрсені істейтін болса, для него это абсолютно естественное явление, да? То есть, как мы должны это понимать? Всегда есть контекст. Либо тобой управляет нафс, либо ты управляешь нафсом. Нафс дегеніміз не? Нафс деген это наше животное начало, это то, что нас двигает в этой жизни вперед. Нафс деген, это достаточно большая тема, но если очень коротко сказать, он это всегда вобрал. Это как конь. Да, то есть нафстың ішінде бүкіл біздің айтатын қағидаларымыздың барлығы бар.
рухани да, ол біздің тәнімізде, ол біздің қалып жүрегімізде, ол біздің санамызда, барлық нәрсе нәпсіге жабысқан. Сол үшін нәпсінің жалпы единственный функциясы ол іздену, постоянно ізденісте болу. Нәпсіні ізденістен тоқтандыратын нәрселер не? Ол тоқтық халі. Адам мұқтажсыз болып қалған кезде, мұқтаж, бұл дүниеге мұқтаж емес болып қалған кезде, ешнәрсеге мұқтаж. Қазір адам қарны тоқ болатын болса, жалпы тамаққа тыңқиып алатын болсаң, бахандиор болатын болсаң, сен мұқтаж емессің ешнәрсеге уже. Саған өсу де керек емес, духовность та, осознанность та, посознанность та ешнәрсе керек емес. Сен болды, саған единственный керек нәрсе ол ұйқы. Бірақ оның өзі лимит қой. Лимит шектелген. Да, то есть енді қараңыздар. Адамда проблема қашан пайда болады? Талпыныс тоқтаған кезде пайда болады. Дұрыс па? Тырмысып алдыға жылжу тоқтаған кезде адамның өмірінде проблема пайда болады. Енді тырмысып алдыға жылжытатын нәрсені тоқтататын нәрсе не? Ол тоқтық. Именно физический тоқтық. Или есть вторая версия, это эмоционально-физическая истощенность человека. Не дает человеку двигаться вперед. Түсіндірілдің ба? И бағанағы сенің айтып жатқан нәрселеріңді бұны бір жүйеге салуға болады да. То есть ол қандай жүйе? Это нужно просто каждый день наблюдать за действиями своего нафса. То есть нужно каждый день давать ему понимать по чуть-чуть, что бұл нәрсені біз не дейміз ғой, постоянный анализ и напоминание дейміз ғой. Аллах айтады ғой, ләалләкум тазаккарун дейді ғой. Аллах айтады, быть может, вы будете напоминать дейді ғой друг другу. То есть напоминание — это базовое качество человека, потому что человек забывающее создание. И наша задача каждый раз себе напоминать, что это не предел, это не предел, это не предел, деп каждый раз напоминать. То есть и сол кезде адамда будет происходить постоянный рост. Да, если я читаю что-то, я должен понимать, что это не предел. Завтра у меня есть тоже возможность прочитать. Я лучше сегодня прочитаю одну строчку и внедрю ее в жизнь, да, чем я сейчас умру и прочитаю 50 страниц, а потом 5 лет не буду подходить к этой книге вообще. Да? То есть нафсу, если ты какое задание дашь, такое задание он и будет делать. Все равно у человека вот нафсы деді, нафсының өзі кейде достигаторствоға қатты адамды алып кетуі мүмкін. Ал мен өзім жалпы әйел қауымына әйел ретінде айтқым келеді, бұл негізі 100% қатты мақтанатын нәрсе деп айта алмаймын. Себебі бәрібір әйел адам табиғаты ол көбіне нәзіктік қой. Әйел адамы нәзіктік, ол қамқорлық, ол даналық, ол көп ісін физикалық тұрғыда емес, жай ғана сөзбен жасату мысалы. Бірақ ол системаның өзін мен енді ғана ұғынып келудемін. Мүмкін уақыты қазір келген шығар, мен оны білмеймін енді. Бір Құдайдың қалауымен. Сондықтан да бұл жердегі мәселе өте көп. Бізде қыз балалар көп. Инстаграм желісі болсын, қарапайым адамдар болсын. Мен өзімде мысалы қазір Сизап қосымшамда өте көп жас қыздар. Күнделікті мен олардың оқиғаларын, жазғандарын барлығын оқимын. И көбінде мынандай үлкен анау нафсымен жазылған көрініп тұр да. Көптеген цель барлығы қойылады, дұрыс. Бірақ бұл жердегі ең үлкен қате мәселе бүкіл болып жатқан ситуацияда жалғыз бір ғана персонаж өзі. Иә. Бірақ адамның күні бәрібір адаммен екен, адам кішкене ұмытпау керек. Демектен әрбір өзіңнің қойған логикалық тұрғыда бүкіл дәреже, нәтижелеріңді бәрібір қасында адаммен, бақытты сәттермен, дұрыс сәттермен толтыра білуің керексің. Мысалы, сен қазір достигатор болған өмір бойы 80-90-ға келгенше жалғыз өзің достигатор болудан көрі адам бақытты отбасымен өмір сүрген 1000 есе артық па деп та кейде ойлаймын. Сондықтан да бұл жердегі мәселе әр адам өз рөлін білу керек. Бұл қыз балаға да, ұл балаға да байланысты. Конечно. Адам, өте дұрыс айтасың, мен сенің сөзіңе қосыламын. Адам болу системасын үйрену керек. Да. Бұл жерде мынандай иерархия бар. Бағанағы нәрсені түсініксіз болып қалды, соны ашып өтеміз. Адамда жалпы мынандай иерархия бар. Алла тағала адамды жаратқан кезде аманат береді, жауапкершілік береді. Оны Құранда келеді ол нәрсе. Вы предложили это горам, горы отказались дейді. Вы предложили это небесам, небеса отказались дейді. То есть они отказались, что керек емес деген жоқ олар. То есть они в страхе отказались от ответственности в данном случае. И только человек сказал, да, смело, конечно, деда. Мы взяли на себя ответственность. Что такое ответственность? Она в арабском языке приходит как амана. Қазақ тілімен айтатын болсақ, ол аманат. Аллахтың бұл дүниеге саған берген аманаты бар. Ең бірінші аманат қандай аманат бізде? Ең бірінші аманаты құлшылық. Сенің өмірің аманат. Саған болып келген.
Сенің өмірің саған аманат. Ты обязана соблюдать принцип безопасности в жизни. Да? Ол саған аманат болып берілген нәрсе. Сен барып қазір барып машина астына түсетін болсаң, сен кінәлі боласың. Если самостоятельно это будешь делать, значит, сен аманатыңды қорғамадың. Значит, сенің өміріңнің ішінде тағы да бізде сенің тәнің аманат. Оның ішінде біздің дініміз аманат. Оның ішінде біздің ертең келетін иншалла бала шағамыз аманат. Оның ішінде болатын процестердің ішіндегі менің ризығым аманат. Күнделікті менің тауып атқан ақшам, жаратып атқан нәрсем, ысырап па ол, нәпақа ма, дұрыс келіп жатыр ма, дұрыс кетіп жатыр ма, соның барлығы маған аманат қылып беріледі Аллах. Тағы да менде не аманат болады? Сөз аманат. Мен Айжұлдызға айтамын, Айжұлдыз, біз мынандай нәрсені істейік, мынандай уақытта дейді. Мен сөз аманат еттім сол уақытта. То есть мен жауапкершілігімді алдым деген сөз. Енді адамның ең басты адамды адам қылатын нәрсе не? Жауапкершілік. Өйткені бұл жауапкершіліктен отказ берген кімдер? Небеса, и земли, и горы отказались от ответственности. Только человек согласился. То есть человека человеком делает 3 вещи. Первое – это ответственность. Это умение брать ответственность за каждое действие, слово, событие, за каждое имение, обладание, да, то есть, денем бар ма, денем это арендный болса да, но на время аренды я отвечаю за него. Я несу за него ответственность, я, иншалла, там буду отвечать за каждый шаг, каждую съеденную булочку, если она была лишней, и так далее. Я за это буду отвечать. И, конечно, у человека есть такое понятие, как милосердие, да, это любовь к ближнему, это жамағатшылдық деген нәрсе бар. Сенің айтып жатқан нәрсең, адамның күні адаммен дейсің. То есть адамды адам қылатын жамағат. Сен жалғыз өзің болатын болсаң, жалғыз өзің пустыняда өмір сүретін болса, саған эмоции не нужны. Ты не будешь эмоционировать. У эмоций одна единственная функция – это передача информации. Если ты живешь в пустыне, тебе некому передавать информацию. Ты становишься чем-то, ты становишься частью этой пустыни. Сен верблюдтермен жүретін болсаң, сен верблюд боласың, маймылдармен жүретін болсаң, маугли боласың деген сияқты. То есть ты начинаешь потихонечку превращаться уже в экосистему. Конечно, да. То есть поэтому адамның күні адаммен деген сөзге мен 100% келісемін. Өйткені адамға адам ол жамағат, адамның бір несі, потребность, это очень большая потребность быть в обществе у человека. И, следовательно, соблюдать этический кодекс в этом обществе, да, то есть это правильно договариваться с человеком, соблюдать договоренности, держать обещания. Вот скажи мне, пожалуйста, какой человек тебе больше не нравится? Человек, который тебе сказал, что Айжудос, прости, у меня не получилось сделать, у меня не получилось, я тебе, по определенным обстоятельствам у меня не получилось сделать. Вот этот человек или тот человек, который придет тебе и скажет, блин, процесс идет, все круто, все офигенно, завтра будет, хотя ничего не идет. Который человек для тебя будет ближе? Конечно, первый. Конечно, первый, да, то есть который не соврал, где была истина. То есть этот человек в первую очередь побеспокоился об отношениях с тобой. То есть там не было лжи. Там, где есть ложь, там человек не беспокоится об отношениях с тобой. Там беспокоится он за свое эго. А если я беспокоюсь за отношения с тобой, как друга, я предупрежу тебя в любом случае. Если я даже накосячил, я скажу об этом. Да? То есть это тоже определенный бір адамды адам қылатын әрекет, да. Абай атамыз айтады ғой, адам болам десеңіз, да, 5 нәрсеге ғашық бол дейді. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қой дейді. Осы 5 нәрсе адамды адам қылады. И 3-ші қағида, ол қандай? Адамды адам қылатын унсият деген нәрсе бар. Ол адам жалпы әрдайым бір нәрседен тәуелді болуға мұқтаж. То есть адам зависим от привязанности. У человека есть привязка. Теперь вопрос, Аллах дает нам эту привязку, Аллахның жүректегі берген жібі. Сен оны кімге байлайсың? Егер Аллаға байласаң, сен Аллахның құлы болып, Аллаға байласаң сол привязанности. Хазбуналлаху ва ни'маль вакил дейтін болсаң, никто не нужен, кроме Аллаха. Ты мой единственный покровитель дейтін болсаң, открывается перед тобой весь мир, который создал Аллах для тебя. Но если ты привязываешься к людям, к обществу, то есть привязываться в данном случае это про токсичную привязанность. То есть это не значит не привязываться, это типа я не привязываюсь, это не значит, ты типа не любишь никого. Нет. Привязанность это когда твоя жизнь, созависимость, зависит от поведения другого человека, от движения фондового рынка, от обстоятельств в твоей стране, от роста или
плюсов или минусов твоего ребенка, да, то есть это часто, зачастую бывает у родителей привязываются к своим детям, женщины привязываются к своим мужьям, мужики привязываются к своим женщинам. Когда человек привязывается к человеку, там происходят радикальные события, там происходит убийство, там происходит насилие, потому что человек не может контролировать себя. Он думает, что ты — это я, и я могу тебя взять под свою собственную власть, ты должна соответствовать моим ожиданиям дейді да, содан зорлық зомбылық пайда болады. Потому что человеческая привязанность — это не определенное качество, это потребность человека. Сол үшін айтады, адам сенімге мұқтаж дейді, адам иманға мұқтаж, бірақ аллах бізге мүмкіндік береді. Кімге иман етесің? Аллахқа иман етесің ба, дүниеге иман етесің ба, нәпсіңе иман етесің ба, өзің білесің. Енді сөзімді аяқтай салайын. Осы жерде адам болған кезде ғана оған екінші статус келеді. Екінші статус қандай? Гендерлік статус. Қауама и сақина деген статус келеді. Еркек және әйел. Егер сен адам болып, қауама деген ол күш. Аллахтың әл-Қайюм есімінен пайда болған сөз. Әл-Қайюм — это забота, заботящийся. Аллах тот, который покровительствует и заботится о нас. И на самом деле главная функция мужчины — это заботиться о своей семье и в первую очередь обеспечить безопасность. То есть под заботой мы всегда понимаем обеспечение безопасности для своей женщины, для своей семьи, для своих детей. Финансовая безопасность, пусть это будет материальная, физическая безопасность. Здесь не говорится про то, что ты должен там только Cartier покупать своей женщине. Это не про это про физическую просто безопасность. Твоя женщина рядом с тобой должна чувствовать себя в спокойствии. То есть она должна уметь раскрываться так, как она умеет. Она должна быть собой. Да. Вот это называется настоящий мужчина. И теперь еркек қауамы болған кезде ғана әйел сақина болады. Потому что есть принцип компенсации. Еркек жауапкершілікті алмай, қауамы болмай жатқан кезде, әйелдің қасына келген кезде әйел чувствует опасность от этого мужика. Да. Женщина превращается в мужчину. Женщина становится сильнее. А женская сила, она по-другому работает, чем мужская сила. Совсем по-другому Это работает. очень убийственная Да, сила. это хаотичная сила, она в разные стороны разлетается. Поэтому вот откуда идут все наши проблемы. Сол үшін адам қауама болу үшін бірінші адам болу керек. Адам қауама болу үшін еркек адамды айтып жатырмын. Адам болу керек. А егер адам болмаса, ол кім болады? Хайуан. Хайуан болады. Хайуанда жауапкершілігі жоқ. Сол үшін хайуанға можно быть самкой и самцом. И все. Мужиком и женщиной животным быть не надо. Поэтому если мы сегодня в обществе наблюдаем такие действия, как однодневные отношения, чистое желание вожделения брачного контакта, чисто просто там заняться сексом, какие-то потребительские Это отношения. чисто холодный разум. Это животное отношение. То есть, типа, этот человек не стал человеком. А значит, от него требовать какие-то личностные проявления в виде адекватности, в виде честности, оно бессмысленно. Поэтому в первую очередь мы должны научиться быть людьми. Вот. Я завершил свой спич. Жоқ, негізі өте жақсы ой. Себебі әр адам өз позициясында болған кезде Аллахтың ең ұнайтын несі бәл кабир. Ол саған жалпы қай жерде жүрсің өте жоғарғы статусты шынымен береді екен. Себебі ең бірінші бұл өте қызықты былай қарап отырсаң процесс. Адам қалай мен адам болам деп зерттеп бастаған кезде сіздің өмірлеріңізде дұрыстата, хаоста, плюста, минуста, эгода бәрі болады екен. А біздің бұрын ойымыз қалай болады? Мен бұрын өзім ойлайтын, адам болу үшін бәрі поэтапно болады. Азыздан бастап барлығы былай көтеріледі. Жоқ, бұл жерде схема, максимально хаос схемасы, бұл жерде ештеңе түсініксіз. Бірақ осы схеманың арқасында адам нық аяғын баса бастайды. Смотря бір дәнді егіп, оны қаншалықты суардым дегенмен бірдей. Иә. Сондықтан да оған осы затқа міндетті түрде тұрақтылық керек. Конечно, осы жерде қосып өтерім бар. Біздің ғұламалар, жалпы исламдағы ғұламалар береке деген сөзді зерттеген. Исламда Құранның ішінен береке, баракат деген сөзді алады да зерттейді, талдайды. Бұның түбі неде? Жалпы береке дегеннің функциясы қандай? Адамның өміріне жалпы береке не істейді? Кішкентай нәрсені үлкен қылып көрсетеді, иә? Береке деген сөз сол. То есть ол кішкентай бір очагта болып жатқан частяны саған мынандай қылып көрсетеді.
просто екеуің бір біріңмен там күйеуіңмен бірге қалып кеткен кезде или балаңды құшақтап ұйықтап қалған кезде егер сол сәт берекелі болатын болса сен үшін, это такое событие, как будто ты проживаешь целую жизнь, да? То есть вот Да. она баракет, вот он баракет. Есть категория людей, которые зарабатывают 500 тысяч тенге, им хватает это на все, они и то и делают, и гости у них всегда, и люди всегда, и там 5 детей, и они путешествуют всегда, и на все хватает деньги. 500 мың бір семьяға зарабатывает. Неге? Өйткені ақша берекелі. А есть категория людей, которые 50 миллионов в месяц зарабатывают, но айдың аяғында нанға ақша таппай жүреді, ақшаның берекесі жоқ. То есть өмірде маңызды нәрсе ол береке. И сол кезде ғұламалар не дейді, берекенің кілті дейді тұрақтылықта. Адам бір нәрседе әрекетте тұрақты болатын болса, сол жерге аллах береке енгізеді екен. Жалпы мысалы үшін қарым қатынаста сен айтып өттің ғой бағана, сол нәрсе действительно это может интуитивно пришло, но это доказанное явление в исламе. Это если человек находится в каких-то отношениях, партнерских отношениях, да, если каждая из сторон будет каждый день вкладываться в эти отношения, Да. бұл отношения до береке болады обязательно. Берекесіз отношения қандай? Когда одна сторона вкладывается, вторая нет. Еще плюс, знаешь, не деп ойлаймын, берекесіз қарым қатынас ол бір шетінен сен қалай өзіңнің ең алғашқы бірінші позицияңды көрсеттің. Ол қандай позиция? Мысалы, когда человек только начинает встречаться, у них букетный такой период, когда им Обетно-букетный. да, им весело, им хорошо, они думают, что во, все, я влюблен или я влюблена. Мысалы, максималды тұрғыда эйфория сезімде жүреді, экстаз состояниесінде. Миық өте қатты қозып, эндорфиндер оянып, жалпы сондай состояниеде болады. Бірақ былай елестетсе болады. Бір точкадан сен 10 метр артта тұрсын, ол адам 10 метр артта тұр. Алыстан қараған кезде ол жалтырап күшті болып көрінеді. Сен бір кезде бір қадам жасадың, ол бір қадам жасадың, и жақындаған сайын сен ол адамның бетінде безеу бар, ол адамнан дұрыс емес бір жаман иіс шығуы мүмкін, ол адамның тісі қисық болуы мүмкін, фигурасы дұрыс емес болуы мүмкін, соның барлығын көре бастадың. И каждый раз, когда ты делаешь шаги, это больно, но в то же время это на самом деле самое разумное, что может сделать человек в отношениях. Каждый раз сен қадам жасаған сайын ол жерде де береке бар. Әрбір қадамда береке бар. Қаншалықты қиын болса да сол жерде береке бар. Иә? Сөйтіп айтады ғой, мысалы бір кризис болуы мүмкін, бір состояние болуы мүмкін деп. Бұл теориялардан қорқатын адамдар нағыз берекетсіз жағдайға түсетін. Себебі олардың фантазиялық тұрғыда барлығы идеалды тұрғыда болу керек. Дұрыс емес. Басында өте үлкен ғажап махаббат, одан кейін өте үлкен махаббаттық кризис, одан кейін орысша айтқан кезде зрелая любовь дейді. Осы үшінші состояниеге келген кезде адамда мына позиция қайталана береді екен. Зрелая любовьқа келген кезде, мысалы бағана кризис не болады, бірақ ол кезде адамда эмоциялық тұрғыда барлығынан өтті ғой. Ол жерде адамда қорқыныш болмайды да, стабильдік тұрғыда осы система пайда болады екен. Сөйтіп адам қайтадан бір осындай оқиғаның өзінен адам болуды үйренеді екен. Тура сол сияқты сен, мысалы, менің балам бар, ол баламен қайтадан адам болуды мен де үйрендім. Ол қалай пайда болды менде? Баланы сен өз көзімен адам қалай өз ішінен адам жаралғанын көреді. Бұл өте бір түрлі система. Мысалы, сенің ішінде адам бар, ода жан бар, ода жүрек бар. Ол судың астында жатқан бір адам. Ол да жаратылыс. Бір кезде ойлайсың, қалай ол судың астында демалады? Как? Түсінбейсің ол жерде. Миллиардтаған сұрақ, бірақ ешқандай жауап болмайды. Қайтадан ноль, білімсіз адам позициясына түсесің. Ол да адамның қайтадан қалыптасуы. Сөйтіп бала дүниеге келеді. Бала дүниеге келіп, бала бұл әлемге адаптация жасап, енді жылап үйренген кезде, сен де өзіңнің қайтадан адам болып, қайтадан күресіп, қайтадан физикалық тұрғыда бұрынғы денеңе қайтып келу, қайтадан бір әдемі салмаққа келу, қайтадан ішкі энергияңды жөндеу, оның өзі қайтадан адам болу. Сен бала дүниеге келген кезде, сен де тура бала сияқты қайтадан жүруді үйренесің. Сен жүре алмайсың бала дүниеге алып келгеннен кейін. Одан кейін ол бала түнімен жылайды. Сен түнімен оянасың. Сенде гормон, көптеген іштегі состояниялар ойнайды ғой. Сөйтіп бір кезде бала ауыра бастайды. Бала ауырған кезде бағана головоломка сияқты қайтадан осы тұрақты 6 позиция оянады сенде. Сен қорқасың бала үшін. Бала күлсе сен де қуанасың. Ол ұйқысынан оянса сен де оянасың. Тіпті мынандай
бүкіл аналарда бар, жазсаңыздар да болады. Мынандай әдет бар. Ол әдетті тек қана аналар түсінеді. Ұйықтап жатқан баланы барып тыңдау. Ол тірі ме емес пе? Ол сондай психологиялық нәрсе. Сен тексересің. И сол позициямен барып бүкіл үйдегі адамдар тексеріп шығасың. Бар ма жоқ па, тірі ма емес па. То есть мозг настолько работает по-другому. Әсіресе босанған әйелдерде бала 1 жасқа дейін осындай нәрсе пайда болады. Көбісі ойлайды, әйел адам 100% сау деп. Бірақ 1 жасқа дейін көп әйел адам заты ол бәрібір қайтадан даму состояниесінде болып жатады екен. Қайтадан адам болу ішіндегі сондай состояниеде болып жүреді. Сондықтан да әсіресе осы кезде егер оның қасындағы адамы ер адам заты, мысалы, дұрыс айтасың, біріншіден адам, екіншіден ер адам болса, еркек болса, ол жаңағы әйелдің адам болуына, одан кейін әйел болуына өте тез көмегін береді. Сондықтан да оның өзі әрдайым бір көптеген жерде позиция болады. Тура сол сияқты, мысалы, бір адам өзін жақын жоғалтады. Кто-то умер, да, допустим. Бір баланың мамасы қайтыс болды деге. Ол дейтін қандай үлкен, былай қарасаң, қиын нәрсе. Оны тек қана басынан өткен адам ғана түсінеді. Сондықтан да қаншалықты қиын. Ол қайтадан адам болып үйренеді. Оған да қиын. Ол как будто бір жаңадан туылған бала өзінің анасыз қайтадан адам болуды үйренгенмен бірдей ғой, мысалы. Тура сол сияқты, жалпы менің ойымша, адам болу системасы ол әрдайым бір жаңаша ол қайтып келіп тұрады. Мысалы, телефон бір айда обновление болса, әйел адам затында да ондай обновление бар, иә? Айына бір рет қыз балалардың барлықтарында осындай система бар. Тура сол сияқты жалпы адам қауымында осындай заттар неше түрлі. Кейде біз ойлаймыз, қиыншылық келді деп, бірақ ол қиыншылықтың ішінде бір береке, бәрәка болуы мүмкін. Аллах айтады, әр қиындықпен бірге ішінде жеңілдігі келеді дейді. Әр қиындықпен бірге иннамал усри юсра дейді. С каждой тяжестью приходит внутри облегчение дейді. Сенің айтып отқан нәрсең. То есть на самом деле адамның өміріне қиыншылық келген кезде, бағанағы жүктілік халін айтатын болсақ, Аллах жүктілік халін әйел адамға үлкен бір ауыр хал қылып алып келеді. Бұл нәрсені еркек адам түсіне алмайды оны. В любом случае біздің санамызға кіріп шықпайды. Каково это, когда ты сбрасываешь настройки полностью. Ну, то есть, типа, ты живешь. Вот я чисто с медицинской точки зрения, если посмотрите на это со стороны, я же не проживал это. Это, прикинь, ты живешь, и в какой-то момент в тебе начинает расти человек, и ты начинаешь сбрасывать все настройки, то есть твои гормоны уже по-другому работают. Ты уже по-другому чувствуешь вкус, запах. Ты по-другому начинаешь ходить. Ты уже по-другому в позвоночник. Там вообще салам алейкум просто одним словом. Сенің тазың айырылады. Жатырың ішінен 7-5 килограммдық адам шығады. Ол оңай нәрсе емес. Одан кейін ол туылу процесі, ол бір ғанибет. Реабилитация бар ғой. Восстановление. Ол да восстановлениеде сенде уақыт бар ма? Жоқ, қақтың. Емшегің тістеліп, 1 жасқа жетем дегенше, әйел адам бір әжептәуір сынақтан өтеді. Ол жерде де ештеңе шықпайды ғой. Соны айтып отырмын ғой. Но прикинь, это нам о чем говорит? Это нам говорит о том, что любая сложность по итогу что? По итогу это счастье. Да. То есть ради вот этого счастья ты готова терпеть эту сложность. Назардың қазіргі халіне кешегі ресторанда жатқанын көріп, машалла. Ресторанда полға диван жастығын алып алған да. Полда жатыр, сүтін ішіп, аяғын былай айқастырып алған. Машалла. Вот сондай көріністерді, сондай қылықтарды көру үшін сен шыдайсың любой нәрсе. Және де айтайын ба, бұл жердегі ең үлкен берекені? Мысалы, дәл қазір уақытта мен бүкіл қиналғаным есімде жоқ. Машалла. Ол Аллах тағала сондай үлкен берекенің үстіне тағы береке берген. Яғни әйел адамзаты нағыз батырдың өзі әйел ғой негізі. Былай қарап отырсақ, иә. Сондықтан да қанша, мысалы, ер адамның көзіне бұл үлкен жүк болып көрінуі мүмкін, бірақ ол жүктің өзі ең нәзік адам, әйел адамзаты басынан көтереді. Оның өзін Аллах тағала әйелдер қиналмасын деп кейде осының заттардың барлығын ұмыттырады екен. Ұмыттырады, одан кейін баламен қоса еще плюс бонус ретінде тағы береке келеді екен. Машалла. Себебі шынымен дұрыс айтасың, әрбір қиналған сәттің артында міндетті түрде бір үлкен береке болады. Ну, это как после дождя всегда есть радуга дейтін сияқты ғой. Баланың өзі көп адамдар, әсіресе кәсіпкерлер бұл
интервью тыңдаса түсінетін шығар. Баланың өзімен, бір баланың өзімен финанс жағынан береке жақсы келеді екен. Мгм. Ол баланың өзінің Ризығы ғой. ризығы. Ол ризық сені де тойдырады. Яғни ол баланың мамасы үшін жасалған дұғасы деп ойлаймын. Мгм. Иә, себеп мынандай зат бар, мен өзім оған сенемін. Мысалы, адам туылмай тұрып, бізде барлығымызда біз жан болдық қой. Мы просто как душа. Мысалы, мен ешқашанда өзімді Айжұлдыз, мен қызбын, осы жерде отырмын деп ойлаған емес, мен әрдайым өзімді жай ғана бір жан сияқты сезінемін. Мгм. Просто бұл жанның қазіргі миссиясы осы жер планетасында өмір сүру, эмоцияларды сезіну, максималды өзінің потенциалын ашу, өзінің ойындағы заттарын жасау, семья құру, қайтадан осы дүниеге көптеген балаларды, адамдарды алып келу, жалпы тұқымды жалғастыру, бірақ сонымен қатар адам болып қайтадан Алланың алдына бару. Жалпы менің миссиям осы. Сенің де миссияң осы. Барша адамзаттың миссиясы осы. Бірақ кейбір адамдар просто оны әлі түсінбеген шығар. Бірақ кез келген адамның миссиясы адам болып келіп, адам болып кету. Иә, 100%. Біздің Ануар деген ұстазымыз бар. Адам болам дейтін адамға дейді, идеальная ролевая модель бар дейді. Адам болам деген сөздің жалпы тіркесінде не жатыр, не үшін адамды адам деп атайды дейді. Қазақ атам, ол бекер емес қой. Неге біз инсан деп атаған жоқпыз? Бүкіл обозначениялардың барлығын арабшадан алдық қой. Неге адамға келген кезде именно біз адам деп алдық, инсан емес деген кезде Ануар ағамыз айтады. Өйткені қазақ атамыз дейді, айтқан, сен адам болу деген процестің өзі жалпы ол Адам алейхиссалам сияқты болу дейді. То есть сен жүрген кезде, саған періштелер иман етіп сәжде еткен кезде, сен адами халге көтерілдің деген сөз. То есть ты должен доказать в этой жизни, что ты человек, что ты достоин статуса высшего творения Аллаха. А что такое статус высшего творения Аллаха? Это значит, ты являешься ответственным за весь этот мир. То есть этот мир, весь мир — это твоя компания. И ты ответственен за любой фолт, который происходит в этом мире. Ты несешь базовую ответственность за нее. И если не будет сострадания, сопереживания, если у тебя будет моя хата с краю, тебе очень тяжело будет ощущать себя человеком. Ты будешь всегда ощущать себя чем-то очень маленьким. Прикинь, весь мир у нас в голове. Ты же себя не видишь. Я не знаю, как я сейчас выгляжу. Сен бүйтіп жұлып алып көзіңді көрмейсің ғой. И кейде осындай қарапайым, бірақ өте біртүрлі сұрақтардың өздері адамды келесі бір левелға өсіруі мүмкін. Елестетші, сен бүкіл әлемнің өзін миыңда көресің. Сен өзін жан жақтан көре алмайсың. Сондықтан да ал жанның позициясы не? Егер бүкіл мотивацияны, достигаторство, жұмысыңды, отбасын барлығын өшіріп просто адам ретінде өзіңді қарайтын болсаң, сенде бір ғана позиция. Адам состояниесін ұстану, сол арқылы құлшылық ету, сөйтіп кету. Басқа ешқандай мән жоқ. Менің түсінгенім осы. Мен білмеймін қалай келдім бұған, не істедім. Себебі кітапты жазған кім? Қарапайым адам. Иә? Бірақ адамда не бар? Адамда көптеген эмоция бар. Ол кітап эмоциямен, немесе ол кітап эгомен жазылуы мүмкін. Ал нақты шынайы өзіңнің ар жағында іздейтін сұрақтың жауабын кім саған тауып береді? Сенің өзің. Яғни сен өзіңмен біріккен кезде дейді. Яғни сен Құдайдың реально Құдаймен бірікку дейтін отырып алып поза лотосыда отырып ондай состояние емес. Құдаймен бірігу дейтін ол ешқандай миф емес, ол шынымен 100% әр адамның қолынан келетін нәрсе. Себеп біз түбі 100% білеміз да. Негізі кез келген сұрақтың жауабы ол біздің ішімізде. Оны жүрекке Құдай салып берген. Біз туылмай тұрып, біз планда болмай тұрып, ол нәрсе бар. Демек, себеп неге біздің жанымыз бұл әлемге келмей тұрып не істеген? Құдайға уәде берген ғой. Біз сенің я Раббым, біз сенің құлымыз деп. Сондықтан да бұл өте бір сөзбен айту маған қиын, шыны керек. Ол отырып алып түпкі асықпай ойланатын нәрсе негізі. Сондықтан да адам дейтін сөз, бұл тематика, өзіңмен жұмыс жасау, өзіңді дамыту дейтін нәрсе ол тек қана кітапқа байланысты емес, тек қана медитация байланысты емес, тек қана қасында жүрген адамдар байланысты. Ол ең бірінші бүкіл заттың барлығын, сыртта болып жатқан нәрсе ішінде болып жатыр деген ойдан басталады. Өзіңді зерттеу, шыны керек. Машалла, да. 100%.
Вот просто элементарно ойланып көріңіздерші. Мысалы мынандай сұрақ қоямын. Адамның өмір сүруіне бір күн қалды дейік. Егер адамға шындап осындай информация келетін болса, адам бір күн емес, бір сағаттың ішінде кез келген сұрақтарына жауап таба алады. Адам бір сағаттың ішінде калимаға келтіре алмайтын тілін бірнеше секундта келтіре алады. Яғни адамда ол функция бар. Просто әр адам түсіну керек, оны қалай ояту керек. Сосын көбінесе адам мысалы өлім дейтін темадан қорқады ғой. Иә? Қорқынышты болып көрінуі мүмкін. Ал негізі оның өзі адамды өте тез өсіретін функция. Сен өлімді ойлаған сайын сен білесің, бұл өмірде сенде лимит шектеулі. Уақыт білмейсің сен қанша. Қайдан білесің, ертең барсың ба жоқсың ба? Ешкімге ештеңе белгісіз. Біз Құдай емеспіз. Қанша жерден ішінде 100% уверенность болып, мен әлі 100 жыл өмір сүремін дегенмен, ол Құдайдың саған дейтін қойған мерзімі, чек-листі, ол өзіне ғана мәлім. Сондықтан да жалпы негізі оның өзі береке. Өлімді ойлаудың өзі береке деп айтады. Қай жағынан айтам? Біріншіден, сен реалист ретінде кішкене аяғыңды жерге басасың. Сен реалистің. Екіншіден, сенде іште ар-рахим состояниесі оянады. Яғни сен кез келген адамға бәрібір қанша жерден қателессін, не істесін, сен просто адами фактормен қарап жауап беруге тырысасың. Үшіншіден, сен Құдаймен диалогты тезірек бастайсың. Тезірек ішіндегі сұрақтарыңа жауапты тезірек ала бастайсың. Яғни әр күнің шектеулі, әр күнім соңғы күнім сияқты өмір сүрсең, осындай. Сен бір күннің ішінде өмір бойы адам жасамаған жақсылықты жасау мүмкінсің. Ешкім өмір бойы алылмаған бір сауапты алу мүмкінсің. Иә? Тез дамуыңа болады. Қойған әрбір істерің берекелі болуы мүмкін. То есть ол заттың ар жағында жатқан өте көп берекелі нәрселер көп. Ал біз не істейміз? Біз өзімізді алдаймыз. Өте көп алдаймыз. Адам өзін қатты алдайды. Кейде адамға внимание жетпейді, ол не істейді, барады да өзін брендтермен толтырады. Эгосын толтырады. Адамға кейде іште мен сені жақсы көремін, мен сені қабылдаймын дейтін нәрсені, осы сөзді адамнан іздейді ғой. Адамнан іздейді да, ол адамдардың өзі ондай сөздерге мұқтаж, бір шетінен олардың эгосы бар, не істейді? Ол адам бір кезде именно хайуани жақтан өсе бастайды. Адам өлтіру, зорлау, үйдегі бала шағасын ұру, триггер дейтін бәленің барлығы содан басталады. Бірақ ешкім бұл әлемде мен қанша күнім қалды дейтін сұрақты қоймайды екен көбіне. Себебі бұл нәрсе әсіресе қазақтарда көбіне бір шетінен ұят дейді. Не екенін білмеймін, қаяқтан шыққан ұят. Екіншіден, ол это как зона 51, это закрытая тема, оны айтуға болмайды. Как раз таки осы теманы айтып бастау керек. Иә. Сен білмейсің. Ешқашан да білмейсің. Конечно, біз бүгін ертең бармыз ба жоқпыз ба? Иә. Аллахтан басқа ешкім білмейді. Оны ешкім білмейді, сондықтан да адам болу дейтін жүйе, ол тек қана бүгінге дейсің ғой. Ол бүгінгі күнің, ол өлімді да ойлау, ол өзіңнің ризығыңды да ала білу, қолдана білу. Надо уметь принимать тоже. 100%. Кез келген саған келетін сыйлықтың өзі, мейлі картия болсын, мейлі бір 5 теңгелік жвачка болсын, оның өзі қазіргі сен ішкі состояниеге байланысты Құдайдың беріп тұрған ризығы. Оны как должное қабылдаудың қажеті жоқ. Бағана сен айтқан сияқты любой заттың өзінің спросы болады. Иә. Ол хадия да сен үшін келіп тұрған. Мысалы үшін қараңыздар, адамды жалпы былай сипаттайтын болсақ, Аллахтың есімі бар, ар-разақ деген, иә? Разаққа деген сөздің мағынасын алатын болсақ, разаққа деген беру деп аударылады. То есть ол нәрсе, беру деген сөз жалпы Аллаға ғана тән әрекет. Аллах шексіз беруші. Адамда беру деген қасиет жоқ. Адамда насиф деген қасиет бар. Бізде нәсаба деген қасиет бар, алу деген қасиет бар. Адамда жалпы мысалы үшін айтады ғой, я Раббым, маған мынаны нәсіп етші дейміз ғой біз. Маған мынаны ризық етші деп айтпайсың ғой. Маған мынаны нәсіп етші дейсің. То есть не деген сөз? Мені алып үйретші деген сөз. Көрсетші маған ризықтың көздерін, мен алайыншы. Сен шексіз берушісің, у меня нет сомнения, что ты даешь мне. Просто я не вижу. Я слепой, помоги мне, направь меня деген сөз ғой, нәсіп етші деген. То есть адам действительно сенің айтуың бойынша жалпы өз ризығын алып үйрену керек. Алып үйрену деген нәрсе, это самое главное вообще в жизни, что должен научиться человек в этой жизни для того, чтобы увеличить свою жизнеспособность. В плане того, что саған берілген өмірдің ішінде
өмірді сүре білу керек та. Өмірді сүру деген нәрсені біз дұрыс түсінуіміз керек. Сен матрасыңның астына жинаған ақшаң саған сауап болмайды. Сен оны ешқайда алып бармайсың да. Иә, ол кетпейді сенімен бірге. Ол нәрсені жақсылыққа жұмсау керек. Жақсылыққа деген нәрсе отбасыңа жұмса, әулетіңе жұмса, қалаңа жұмса, әлемге жұмса, адамзатқа жұмса. Өйткені біз адам не үшін ақшаны астымызға тығамыз? Өйткені мен өзімді беруші деп ойлап қаламын кей кезде. Мен шешем деп ойлаймын. Мен қанша ақшаны беремін, қанша ақшаны бермеймін деп мен шешем деп ойлаймын. Аллах сен арқылы беруі мүмкін. Конечно, Аллах беруші. То есть саған қазір мынаяқтан бір запрос келіп тұр ма? Ол негізі соның ақшасы. Айжұлдыз маған өтініш 500 теңге берші деп бір мұқтаж адам келіп тұратын болса, Аллах жіберіп тұр оны. Егер дұрыс нәрсеге сұрап жатса, сен көріп тұрсаң сол нәрсені, ты должна понимать, что Аллах Құранда айтады, байдың ризығының ішінде кедейдің де ризығы бар дейді. То есть саған запрос болып келген ақша, садақаға, құрбан айтқа кеше кеткен, бітірлерге кеткен, сен балаңа, отбасыңа кетіп жатқан ақшалар, олар солардікі. Ты в данном случае курьер. Ты должен просто передать в этот момент, да? И сол кезде адам өзі дұрыс түсіну керек. Кто умеет грамотно передавать, кто из себя сделал сдык, да, кто настроил вот эту логистику правильно, тот и будет богатым в конечном итоге. А если саған келген ақша сенде өліп қала беретін болса, это тебя же будет мучить. Ты же будешь страдать от этого. Потому что деньги без движения, они же создают коллапс в жизни человека. Человек страдает же, когда у человека много денег, у него же появляется жадность, у него появляется недоверие, как будто все общество преследует тебя, как будто все люди общаются с тобой только из-за денег. Вот эта же история появляется. Пропадает искренность, ты потихоньку отдаляешься от людей, отдаляешься от своей семьи. Да, все уже до такой степени семьредовый уже. Да, тоже уже андай халге келіп қалады да, не бар ғой, сейфтің ішінде отырып алып құлттанып алып ақша. Білесің ба мынандай оқиғаны? Мынандай оқиға бар негізі. Бір өте бай кісі болады. Өте қатты айтады ғой, енді потолок шіріген бай адам. Бір қарапайым жалпақ сөзбен. Ешкімге ақша бермейді. Тек қана үлкен үйі бар, көптеген үйлері бар, компаниясы бар, машиналар бар, бәрі бар. Сөйтеді да бір күні ешкімге айтпаған өзінің сейфі бар екен. Ол сейфтің ішіне не істейді? Алтындарды жинайды. Анда слиток золотаны жинай берген. Ақшасына да ақшасы көп, одан бөлек слиток золоты жинаған. Және оны ешкім білмейтін үйінің астында подвал бар екен. Ол подвалдың кодын білетін өзі ғана. Ешкім білмейді үйдің астында осында үлкен сейф бар екен. Бір күні до такой степени бір 5 тиын беруге жармаған адам барады да сейфті ашады да барады, жаңа қайтадан золотасын қояды, сөйтіп шығайын десе есік жабылып қалады. Ешкім білмейді болады. Ол өмірде болған оқиға. Шынымен. Мен бұны рилстан көрдім. Сөйтеді да одан кейін айқайлайын десе ешкім естімейді, ешкім білмейді. Сөйтіп бір ай бойы жоқ болып кеткен бұл кісі. Адамдар іздеген, ойлаған ғой, шетелге кеткен шығар, өзімен өзі бір жерде шығар деп, сөйтіп бір қарайды, жоқ адам. Сөйтіп іздей бастайды, жан жақты іздейді, бүкіл үйінен іздейді, таба алмайды. Сөйтіп жаңа үйдің астын енді табады ғой бәрібір. Сөйтіп қазып ашса, ол жерде біріншіден ол адам уже жоқ болып кеткен. Екіншіден өзін айтады, бір бөлшегін кескен да қанымен жасып кеткен дейді. Послание. Бұл әлемде ақшамен көп нәрсе шешілмейді екен дейтін басы. Машалла. Да, осы ғой. Бірақ мүмкін, менің ойым мынандай болуы мүмкін да, мүмкін бұл состояниенің өзі кезген зат бір Құдайдан келеді ғой. Конечно. Ол солай қиналып, мысалы, қатты кеткенмен мүмкін Аллах тағала ол да бір шетінен несі шығар. Қалай айтсам болады? Нығмет десем ба, бір тұрақты сөз жоқ бұл жерде, бірақ сол сәтте ол тәубесіне түсіп, барлығын сезініп, өзінен өткізіп, мүмкін сол арқылы барлығы тазарып кеткен шығар. Мүмкін. Біз оны білмейміз. Ол Аллахпен личный коннект ғой, ғибадат уақытысы ғой. Иә, біз оны ешқашанда білмейміз. Сондықтан да жалпы бұл историяны өзі не үшін бастадық? Тұрақтылық дедік қой, мысалы. Тұрақтылықта, берекеде, тұрақтылықта келе жатқан адамда жақсы жаман дейтін позиция болмау керек. Вот, не үшін мен бұны алып келдім. Жақсы жаман дейтін нәрсе негізі өте құбылмалы. Адамда жақсылық та бар, жаманшылық та бар. Егер мысалы мен біреумен ұрсып қалсам,
мен саған келіп өз позициямды айтсам, сен мені түсінесің. Ол келіп өз позициясын айтса, сен де оны түсінесің. Неге? Себебі ода да минус плюс бар, менде де минус плюс бар. Бірақ ақиқат біреу. Қандай? Ақиқат екеуміз де шынайы адам болған жоқпыз. Себебі мен келіп саған оны жамандадым, ол келіп саған мені жамандады, мысалы. Деген сияқты ғой. Сондықтан да... не бывает одной виноватой стороны дейсің ғой. Конечно. Ең тәкаппар жаман деген адам ертең бет бұрып ол ең таза адам болуы мүмкін. Ең күшті деп қайта көтіне көпшік қойған адам наоборот дейсің. Керісінше болуы мүмкін. Сондықтан да ең дұрыс позиция адам позициясы. Адам позициясында сен өзіңнің өте жаман адам екенін түсінесің. Ең күнәһар адам екеніңді мойындайсың, түсінесің. Сонымен қатар өзіңнің ең жақсы, мейірімге толы адам екеніңді де түсіну. Мысалы, сен элементарно исламда да бізде көп ұстаздар айтады ғой, ешқашан жұмаққа барам, тозаққа барам дейтін позицияда болма. Нейтралды бол дейді. Ортасында жүр. Егер біреу келіп бүкіл адамзаты өлді, олар дұрыс емес жерге кетті, бірақ бір адам ғана жұмақтікі десе, мен шығарым деп үміттену керек. Сондықтан да адам болу дейтін ол өмірдің соңына дейін. Бұл өте үлкен мектеп, өмір дейтін. Және бұл мектепте мақсат 5-ке оқу емес, мақсат 3-ке оқу емес. Мақсат жалпы бүкіл схема образование, мектеп болсын, университет болсын, шаблон екенін кішкене түсіне білу. Ал ақиқат ол әрдайым бір өзіңмен іштегі Құдаймен дейтін коннектке байланысты. Мысалы ойлаймын өзім. Сондықтан да өзіңді тыңдай білу, өзіңді құрметтеу. Себебі өзіңді құрметтеу, ол Құдайды құрметтеу. Өзіңді құрметтеу, өзіңді жақсы көру, әтір себу, өз-өзіңе қарау, дұрыс тамақты өзіңе беру, жақсы аффирмация болсын, дұрыс нәрселерді миыңа қонғызу. Қанша жерден негативті ой келсін, сен адам екенін, пенде, слабы екенін түсініп, қабылдап, бірақ оны жақсы жаққа өзгертуге тырысу, әрекет, күнделікті нафсыңды бар екенін түсіну. Нафсы үлкен бір жылқы сияқты елестету оны. Ол жылқының үстіне өзің отыру, немесе шайтанға беру болды. Машалла. Өзің білесің. Ол да потолок болды ғой, осымен аяқтаймыз ғой, иншалла. Осымен енді өзіңнің жалпы адам дейтін формула бізде көп айтылды ғой. Өзің қандай позицияңды айтшы, мен де естігім келеді. Ең соңғы нүктесін қояды. Если говорить конкретно про инсани хикма деген нәрсе бар, жалпы адамның адам болу мудрости дейді ғой, то есть қазақша ол хикметі да, адамның адам болу хикметі деген нәрсе бар да. Жалпы біз бүгінгі күнде қатты тұлғалық деген темаға көп кіріп кеттік қой. Тұлға деген кім, қалай тұлға боламыз деп ше. Тұлға болудың алдында ең бірінші өзіңді адам ретінде сезініп үйрену керек, жауапкершілікті сезініп үйрену керек. Мен баста жалпы ең оңай нәрседен бастағандарыңыз жөн. Айтқан сөзді орындамайтын нәрсеңді айтпау. Осы адамға тән нәрсе. Айтқан нәрсеңді орындап, мен бүгін келем дедім бе, өлсең өліп қал, кел. Или предупреди. Менің бүкіл триггерлерімді оятып жатсың. Менде талай ситуация болған негізі. И причем это не только в обществе, но и с собой в первую очередь. Сен айттың ба, ертеңнен бастап өзгерем дедің ба? Қиын болса да өзгер. Потому что қиын болады. Нәпсі сен бахан дейді, ешқашан спортзалға ауыстырғысы келмейді, сен қуасың ба? Как ты это представляешь себе в голове? Будет это тяжело, но в какой-то момент ему придется баханди поменять на капельницу. И чтобы не довести до этого состояния, лучше поменять на спортзал. Это будет лучшим решением. Но в моменте это сложно. В будущем зато привлечет это за собой большое счастье. То же самое, жалпы адам өз бір шешім қабылдау керек, қабылдап үйрену керек. Жауапкершілікті ала білу ма? То есть, мысал үшін мен айтамыз ғой, қарызда жүрген адам қарыз алмаймын деген шешім қабылдау керек. Бірінші очередь. Миында. То есть, егер менің миымда бір лазейка болатын болса, мысал үшін қазір Ақниетке қарызбын, менде айжұлдыз бар ғой, если что, айжұлдыздан ала салам деген ой болатын болса, мен әрекет жасамаймын. Мен айжұлдыздан қалай сұрайым деген әрекет жасаймын. Айналшақтап 3 күн бойы айналшақтап, зерттеп, ізденіп, содан кейін түбінде соны сұрауға тырысамын. А егер мен қарыз алмаймын деген шешім қабылдайтын болсам, менде ми басқаша жұмыс жасай бастайды, ол уже шешім іздей бастайды. Ақша табу жолдарын шешім іздей бастайды. Тура сол сияқты махаббатта да, мысалы үшін қарым-қатынаста да анау кінәлі деген позиция жоқ. Сен шешім қабылда. Отбасында құрдың ба? Ақыры подпись қойдың ба? Барып некені қидырдың ба? Сол күннен бастап сен өзі атыңнан
отбасының целостностьына жауап бересің. И причем екі жақта сондай шешім қабылдау керек. Иә. Да, то есть типа бір жақ емес, екі жақ. Еркек өз жағынан еркек болу керек, әйел өз жағынан әйел болу керек. Сен ананы істе, мынаны істе де емес мәселе. Ол жерде мен қандай шешім қабылдаймын. И қабылдаған шешімімді ұстану. Сол үшін мен сіздерге айтарым, мынандай ауқымды үлкен шешім қабылдамаңыздар сразу, айырылып кетесіздер. Очень важно принимать маленькие решения. Если вы хотите читать книги, начните по одной строчке в день. Но год читайте по одной строчке, вы по-любому будете умнее 90% людей. 100%. Да. Одна строчка в день занимает у вас секунду. Вы ровно столько примерно высмаркиваетесь. А тут прочитали одну строчку книги. Но за год это 360 строк. Через год вы прочитаете книгу. А через 10 лет у вас будет постоянный навык чтения. То же самое. Береке ма? Береке. Аз нәрсе, зато түбінде қандай болып келді. 10 жылда мынандай болып келді. Тура сол сияқты әр әрекетте ақша тапқың келсе де, андай қазір әртүрлі андай шопшипинг, кинг деген нәрселерге кіре бермей, өзің білетін нәрсеңе кіріп, сен өзің қай жерде профессионалсың, қай жерде специалистің, соның ішінде саған береке ашылады, егер сен тұрақты болатын болса. Мысалы үшін чисто вот давайте, я хочу бекер Айжұлдыз мен үшін это человек, просто андай карта желаний деген нәрсе болады ғой. Вот мен Айжұлдыз мен үшін карта желаний, просто ходящая карта желаний. Вот ты на нее смотришь, в принципе, и ты просто понимаешь, что это не карта желаний Дуни. Айжұлдыз это такой человек, что насколько можно эффективно использовать свое время деген карта желаний мен үшін ше. Ана кейде ана жатпа деп жатқан кезде, келіп Айжұлдыздың страницасына қарайсың, ана уже Венесуэла, Мексика, Америка, Назар, мына тағы бір нәрсе, мына тағы бір нәрсе, и соның барлығы 1 сағаттың ішінде отырды мынандай. Течение болып жатыр да. Съемка жасап тастады, иә, съемка жасап тастады. Мына жаққа бір қарап қалсаң, ненің Человек-пауктың озвучкасын жасап жатыр ана жақта. Бір қарап қалсаң кинотеатрда, бір қарап қалсаң кітабын рекомендация жасап жатыр. Мына жақта Сезапта 100 000 адам. Ну вот представьте просто, это же, ну, возможно, для тебя это кажется чем-то естественным в твоей жизни, потому что ты это нарабатывала годами и по чуть-чуть добавляла в свою порцию жизни, да. Но для нас, для зрителей этого всего, нам кажется, что ты не существуешь просто. Понимаешь, ты какая-то типа Люси сияқтысың да, андай бір иллюзия, бұл өтірік адам деген сияқты ше. То есть вот так существуешь в моей голове, потому что как так можно использовать каждую минуту времени деген нәрсе, для меня это супер важный элемент. Я хочу вот как раз таки сказать, что егер біздің көз алдымызда осындай таныстарымыз жүрген, постоянно көріп жүрген адамдар осындай нәрселер істеліп жатса, біз сахабалардың істеп кеткен әрекеті 1,5 мың жылдан кейін қандай ашылып жатқан нәрселерін көретін болсақ, оларды зерттейтін болсақ, сен өзіңнің шынайы адамның не шындарға жете алатынын білесің да. Қалай өсе алатынын білесің да. Сонда сен уже бүгін тұрып бір сериал көргеніңе мақтанбайсың да. Бір сериал көрсең, көр, пожалуйста, бірақ қасында 1 строчка кітап оқышы. Ертең оқы, арғы күні оқы, жайлап, оно вытеснит. Просто я вот с тобой абсолютно согласен с мнением того, что радикальность в целом, она всегда приводит к тому, что ты бросишь то дело, что ты начал. Да? То есть мен өзім қанша радикал болдық қой, әрекет жасаған кезде де сразу бизнес ашатын болсаң, миллиард инвестиция алып келіп, андай деп келесі күні уже инвестор ретінде Apple'дың жарты несін сатып алатасың. Уже сондай болып жатасың, уже киім киіп, Прадада очки киіп көріп, бүйтіп жатасың ғой. Бизнесің ашылған жоқ, кассовый разрыв болыпсың. Айырылып жатсың мына жақта. Каспи ретке уже тамақ ішіп жатсың да, бірақ Прадада жүрсің да, короче. И вот это все почему происходит? Асығыстықтан ғой соның барлығы. Адам өзі өмірін дұрыс қолданбағаннан кейін, адам біреудің нәтижесіне асығады. Опять же, біреудің нәтижесіне асығады да. Сонда мысалы үшін мен кімнің прогрев сияқты ғой, ағзубиллах. Иә, вот это машина. Это прогрев, ағзубиллах. Ол ең андай. Қалай айтсам болады, ең ыстық горячий турлар сатылады ғой резко, тура сол сияқты миыңа құйып жүреді. Сен байғұс пенде болғаннан кейін қабылдап, сол нәрсеге өсіп тез өшесің. Семіріп кетесің дейсің ғой, машалла. Да, поэтому вот 2 рекомендации от меня с этого подкаста. Это любое действие, которое вы делаете, планируйте делать всегда. Ну, типа постоянно, но по чуть-чуть. И тогда вы в себе почувствуете то, что я говорю сейчас про Айжұлдыз. Айжұлдыз может сама в шоке от того, что я говорю про нее, да, но это со стороны так смотрится, и в смысле я так как с тобой общаюсь, я понимаю, что это реально в твоей жизни происходит, что я действительно, у меня это всегда вызывает состояние, знаешь, типа такой
разве так можно деген состояние? То есть, Можно. да, типа, и вот это вызывает, и ты просыпаешься, ты начинаешь что-то делать. То есть, действительно, твоя жизнь, она побуждает человека к действию. Потому что ты понимаешь, кеше ғана менімен бірге 91 концертін жүргізіп жүрген қыз. Кеше ғана, да? Бүгінгі күнде қарайтын болсаң, она уже все концерты мира проводит, да, допустим, да? Даже здесь, я же говорю, я изначально не говорил про успех в виде финансов, да, конкретно в твоем качестве, а я говорил про то количество действий, которые ты можешь совершать в единицу времени. Вот это меня больше всего удивляет, то, что ты можешь сейчас здесь записывать подкаст, шығып кетіп, боянып алып, зеленый базарда, анақта сол уақыттың ішінде фотосессия жасап аласың да, мысалы үшін мен фотосессияға дайындалу үшін бір 7,5 жыл кетеді да. Бір жақта сенікі сияқты как креативный образ жоқ, просто өз киіміңмен суретке түсу әшейін кітап ұстап ше былай сондай суреттерге. Поэтому действительно Айжолдос это вызывает. Как думаешь, что мною движет? То, что ты сказала, что ты понимаешь, что это промежуточный этап, и в промежуточном этапе ты хочешь просто не то чтобы попробовать все, а скорее всего постараться ради Аллаха реализовать себя на максимум, насколько это возможно. И поэтому ты раскрываешь свои такие грани, потому что другого объяснения для меня нету конкретно в этом вопросе. Просто когда человек это делает искренне, потому что он понимает, что время уходит, и он бежит к Аллаху навстречу, мен ертең Аллахпен жолыққан кезде мен презентациям портфолио сәл толығырақ болсын, мен Аллахқа келген кезде аузым толып айтатындай нәрсем болсын деген мотивациямен жүрген. Ты знаешь, это действительно так. Я как будто чувствую, что я набираюсь опыта в этой жизни. Машаллах, да. Вот это и чувствуется, это и считывается со стороны. Вот хотелось бы теперь попросить у тебя 3, наверное, базовые рекомендации для зрителей этого подкаста. Вот, допустим, я дал 2, с твоей стороны 3. Какие действия они прямо сейчас могут начать для себя, чтобы через некоторое время уже увидели значительные изменения в своей жизни? Иллюзия әлемнен шығу. Қалай жасаймыз оны? Сен творчествода иллюзионист болуы мүмкін. Сюрреализммен айналыс, кубизммен айналыс. Білгенді істесең болады. Творчестволық әлемде. Бірақ ойша сен кішкене реалист болып түсуің керексің. Иллюзиядан кету. Қалай істейміз оны? Иллюзиядан кету дейтін, бір күнде 40 килограммға арықтамайсың, бір күнде гений болмайсың, бір күнде миллиардер болмайсың, бір күнде бала тумайсың. Бала туу үшін де тоғыса керек. Кейде адамдарға миллиардқа жету үшін бірнеше уақыт керек. Бірақ ол уақыт қаншалықты, ол өзіңе ғана байланысты. Сондықтан да бағана жалпы сенің сөзіңе ұқсайды. Аз-аздан, бірақ үздіксіз. Аз-аздан, үздіксіз. Бұл бір. Бүгін барып 5000 қадам жүру. Сенің бүгінгі 5000 қадамың 1 жылдан кейінгі сенің өте әдемі 90-60-90-ың. Дұрыс па? Yeah, absolutely. Бүгінгі сенің кітабың, ертеңгі сенің мүмкін жаңаша психологиялық мамандығың шығар. Сенің бүгінгі барып театрға билет алып қарап отыруың 2 жылдан кейін Голливудта Оскар алғаның шығар. Дұрыс па? Дұрыс. Яғни кез келген баратын затыңды сырттан емес, иллюзия әлемінен ұшу емес, реализмге кіріп, сол нәрсені осы материалдық деп аталатын әлемде жасау. Себеп біз бәріміз материяда өмір сүріп жатқан адамбыз. Мен басқа планетадан келген НЛО емес, мен адаммын. Мен адами фактор, адам, әйел ретінде мен осы заттың барлығын реализм арқылы күнделікті тұрақты әдеттермен жасап үйренген адам. Бұның барлығы мүмкін. Егер сен әрбір уақытында, мен айтпай ақ қояйын, блокнотты арнап, сағат 15-15-те дәретханаға бару, 15-17-те тамағын ішу дейтін нәрсе керек емес. Бірақ жай ғана нақты бірнеше функция бар, сенің жаның, тәнің, ойың, санаң, мысалы. Осы заттарға не керек? Элементарно. Сенің жүрегіңнен талап етеді. Бір хобби ма? Сол хоббиге уақыт қойып, сол хоббиге барып, тұрақты соны жасау. Сенің санаң бай болуды талап етеді ма? Окей. Сен ол үшін не істейсің? Элементарно кітап оқу, күнделікті миыңмен жұмыс жасау, өте көп нәрсе бар. Яғни сен элементарно смартфонда отырған уақытында кішкене азайтасың. Сөйтесің да, білімге арналған уақытында көбейтесің. Болды. Тайминг бар. Өте көп нәрсе бар қазір. Оңай. Осы заттарды грамотно, шыны керек, кәдімгі реалист адам ретінде отырып, бетпе-бет
айнаның алдында отырып сөйлесең де болады, өзіңе шынайы болу. Машалла. Біріншіден. Екіншіден, ешкімді Құдайдан биік қоймау. Не үшін мен бұны айтып жатырмын? Мен соңғы рет осыдан 1 жыл бұрын бір адамға ғашық болдым, мысалы. Ол кезде менде проекттердің барлығы болды, келе жатты, жақсы болды. Бірақ бір кезде мен шынымен де Құдайдан биік қойдым ол адамды. Болады ғой, сенің жаның, тәнің, санаң, ойың, көзің, сен ұйқыңды ашсаң, таблица Менделеевті немесе таблица, мысалы, умножениені түнде оятып қалай айтасың, алфавитті қалай айтасың, менде тура сол сияқты сол адамның есімін айтып, осындай бір зомби состояниесінде болдым. Сол кезде Құдайдың маған өмірдің дейікші берген бір шапалағы болды. Сол кезде өте қатты ойыма жеткен нәрсем, ешкімді Құдайдан биік қоймау. Ащы болса да айтайын, ата-анаң болсын, балаң болсын, жақсы көретін адам болсын. Биік қоймау дейтін нәрсе, олар жақсы көрмеу, бітті, олар мен өмірімде жоқ дейтін нәрсе емес. Ол жерде түпкі мағына басқаша, бұл ситуацияға қарай білу. Третий персонаж дейтін практика бар, сол ретінде, үшінші персонаж ретінде бүкіл өмірінде болып жатқан нәрсені жоғарыдан қарай білу. Саған ата-ананы берген кім? Қамқор қылып, жаратушың. Балаңды аман есен босандырып берген кім? Жаратушың. Жақсы көретін адамды берген кім? Жаратушың. Тамағыңды, ойыңды, планды іске асырып, күнде саған мұрша берген кім? Жаратушың. Бұл жердегі мәселе Құдайға дейтін махаббатты оята білу. Оны біз қалай оятамыз? Құлақ арқылы. Көз арқылы біз оны көре алмаймыз. Көре аламыз мүмкін адамның бейнесі арқылы, адамның сөзі арқылы. Құдайдың өзі адам арқылы сөйлеседі ғой бізбен. Иә? Кейде қатты состояние болған кезде тіпті Инстаграмда бір сурет шықса, оның өзі знак, Алладан келіп тұрған. Бәрі жақсы болады, уайымдама дейтін цитата болса, оның өзі Алладан келіп тұрған. Бір кішкентай бала келіп күліп кетсе, оның өзі бір Құдайдан. Бәрі жақсы болады дейді. То есть знаки они реально везде. Бүкіл жерде егер шындап қарасаң бар. Сондықтан да Аллаға дейтін махаббатында оған да тұрақтылық керек. Себеп сен бүгін бір күн естідің, ертең естімесең, үшінші күні таз қалпыңа түсесің қайтадан. Оған еще қара күш келсе, бітті қайтадан прокрастинация, деградацияға түсе бересің, ол шексіз. Әр күн ол міндетті түрде бір каждый день это выбор. Не выбирать это тоже выбор. То есть у нас нету никаких шансов. Нам все равно нужно выбирать каждый свой Божий день, каждую минуту, да. Нам все нужно выбирать. Уметь надо выбирать. Сондықтан да ең бірінші сен өзіңнің сен кім жаратты, жалпы миссияң не, осыны түсініп Құдайды таңдай білу. Екінші позиция айтарым осы. Машалла. Тоқтама, тұрақтылықпен. Үшінші позиция әрдайым адам позициясында болу. Адам позициясында болу дейтін қандай? Ештеңе білмеу. Әрдайым аш болу. Мен ештеңені білмеймін. Маған мынау қызық деп. Мысалы, егер сен бір затты білмей адамнан сұрасаң, сен бір максимум 30 секундқа тупой адам болып көрінуі мүмкін. Адамдар күлет қояды болды. Ал егер сен білмесең де білген адамның кейпінде отырып маска кисең, өмір бойы сен надан болып өтесің. Сондықтан да ұялмай, әрдайым адам позициясында болу. Аш бола білу. Мысалы, каждый раз придумывать какой-то смысл жизни. Вообще говорят, смысл жизни в самой жизни дейді. А мен ойымша, адамның өмірдегі какой-то мәнін, осы материалдық әлемде адам постоянно тұрақтылықпен өзі ойлап табу керек. Неге адамдар бір мақсат қояды ғой, мысалы, бір әлемдік дәрежеге жетем деп, бірақ өмір бойы сол мақсатқа біртіндеп келеді. Себебі олар ойлайды, осы мақсатқа жеттім, бітті, ары қарай өлім. Адам өлімнен қорқады. Бұл жерде мәселе ешқандай да бір затқа маған қиын дейтін нәрседе, оның барлығы талбаса, адам өлімнен қорқады. Себебі бір мақсатқа жеткен адам, ол ойлайды, бітті, что дальше, куда дальше дейтін, бағана тойынған адам. Солмен бірдей позициясы. Сондықтан да бір мақсатқа жеттің, окей, өмірде миллиардтаған мақсат бар. Өмірде миллиардтаған сен білмейтін нәрселер көп. Сенің қойған мақсаттарың миллиард болуы мүмкін. Сондықтан да әрдайым жаңа затқа ұмтыла білу. Себебі осы позицияны мен айтпақшы қазір уақытта зерттеп жүрмін. Көп адамның, неге көп адамдар көп ақша таба алмайды? Неге көп адамдар өзі мақсаттарына жете алмайды? Әлемді аралайын дейді, бірақ ертеңге откладывать ете береді. Көбісі түбі өлімнен қорқады екен.
Ұзын сөздің қысқасы. Машалла. Бір затқа жетем, бітті, ары қарай өліп қалам. Себебі адамда психологияда бар ғой, біз миссионерміз. Адамның миссиясы біткеннен кейін ол не істейді? Өледі. Бір миссиядан кейін екінші миссия бар, үшінші миссия, төртінші. Ол миссияны шешетін біз емес, ол Құдайдың қалауымен болатын нәрсе. Сондықтан да ешкімге белгісіз, бірақ әрекетті тоқтатпау. Машалла. Осындай 3 позиция. Керемет, Алла разы болсын, Айжұлдыз. Начало 2-го сезона, ну, прям прекрасное, очень хорошее, очень душевное деген. Алла разы болсын, рахмет үлкен, сіздерге де үлкен рахмет көргендеріңізге. Спасибо, что посмотрели. Я приглашаю вас всех подписаться, соответственно, лайки поставить и комментарии написать, отзыв о том, что вы посмотрели. Свои инсайты, скорее всего, прописать в комментариях. Жалпы бұл әңгіме Абдрашид екеуміздің айтылып жатқан, ол Құдайдың разылығы үшін ғана айтылып жатқан нәрсе. Біздің өзіміз арқылы мүмкін керек сөздер, керек информация барлығы келіп жатқан шығар. Біз жай ғана себепкерміз. Конечно, однозначно. Бұл жердегі мәселе тіпті бұл жердегі формат, YouTube просмотр ештеңе емес, бұл жердегі мәселе мүмкін адамның жүрегіндегі іздеп жатқан бір қатты мазалаған сұрағына мүмкін болатын бір шифа да бар шығар бұл жерде. Оның барлығын уақыт өткеннен кейін көреміз. Сондықтан да міндетті түрде қараңыздар, дамыңыздар, қорықпаңыздар, және сіздер де лидер позициясында қатарында болып, сіздер де басқа адамдарға да айта алатындай күш қуатқа толы болу үшін осындай подкасттарды міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Бұның өзі өте жақсы. Иншалла. Рахмет, Алла разы болсын. Пока-пока.